Әмина. Тау төбесіндегі егіз көлде не болып жатқаны белгісіз еді. Жер сілкінген жоқ. Аспан ашық, күн төбеде қайнап тұр. Демалуға егіз көлге қарай өткендердің аяғы сирегелі де көп болған жоқ. Бірен-саран машина солай қарай әлі де өтіп жатыр. Алайда жер табаны әлдеқандай бір дүмпу барын сездіргендей болады. Қарғамен сауысқан бажылдап шырылдап тыным таппай жүр. Тау төбесінен көтеріле көшіп, етек таулардың үстінде жосып жүр. У-шу болып ойнаған жас балалармен әуреленіп жүріп, Әмина еш нәрсені абайлаған жоқ. Бір бала қатты секіріп түскеніне мәз болып күлсе, тәрбиеші анада езу тарту керек. Бір баланың сандалына ұсақ тас түсіп кетіп, қыңқ етіп қалса, анада ауырсынып қабақ шыту керек. Көбелек ұстатпай кетсе, оған да ұрсу керек. Балажан Әмина әр күнді осылай өткізеді. Таңы тез атады, күні тез батады. Әрбір ертеңгі күнге балалар үшін жаңа қызықтар іздейді. Ертегілер, ойындар, маршак, Чуковский. Балалармен ойынмен өтер күн 42 баланың анасы Әминаға қызық күн болып өтеді. Бірақ оңай күн болып өткен емес. Бүгін күн жексенбі, ең қызық өткізетін күн. Өзге күндерде жұмыстан қалжырап жүргендей балалар кеше жатардақ. Ертең демалыс қой, Әмина апай, ертең не көрсетесің? Қызық бола ма деп у-шу болған. Жарқын жүзді, жайдар мінезді балажан Әмина балалар үшін өз шешелерін ұмыттырғандай шеше еді. Мейірімді шеше, сергек шеше, сенімді шеше. Қай баланың аяғына қайғыны қандай шөгір кіргенін білетін шеше. Балаларға оның жымиғаны да қуаныш, арқасынан қаққаны да қуаныш, болмашы бірдемені айтқаны да қуаныш. Бұл әлі мектеп жасына жетпеген жас балалар үйі. Аудан орталығынан алысырақ. Егіз көлден сарқырап құлап жататын құлама судың барқынына салынған әдемі көк үй. Үйді айнала салынған жемісті бақшада сырғадай салбырап күрең шиелер өсіп тұр. Алмалары әлі көк, қыз бетіндей де қызарған жоқ. Осы бақшада 42 жас бала ойнап жүр. Егіз көл жақтан бірінші гуіл естілді. Тау аңғарынан еспе жел келе жатыр ма деп Әмина жан жағына қаранып еді, қылаң еткен бір жапырақ жоқ екен. Иық тірескен түкті қоңыр таулар тағы күмп етті. Бұл жолы жаңағы көл қоюланып келіп, жарылып кеткен сияқтанды. Терең теңіздің тас жағасына ақжал толқын соғып жібергендей. Бақша дір етіп қалды. Шие сырғалар мөлтілдесіп кетті. Балалар қалшиып тұра қалыпты. Үріккен қозылақтай үрпейісіп тұр. Апа, Әмина апа, біз қорқып кеттік. Әмина үлкен бір қатер таянғанын сезінсе де, оның не екенін абайлауға мойын бұрмай балаларға қарай жүгірді. Қорықпаңдар, ештеңе емес, қорықпаңдар. Екі тау иығымен соқтығысып, бірін-бірі орнынан қозғай алмай шіренісіп тұрып қалған сияқты. Егіз көлдің бергісі кішірек болушы еді, соның бар суы лықсып келіп, тас кемерінен бір ағырғып түсіпті. Лақ етіп ақтарылды. Сарқырап жататын құлама суды көміп жіберді. Үйдей тастар гүрсілдетіп домалап келеді. Терең сайдың екі жақ ернеуін су кернеп, кеміріп, кеңейтіп келеді. Тау төбесінен құлап түскен құш тастар шошынып, үріккен тау өгіздей жосып, ақтарылған судың алдында келе жатыр. Жойқын су кейде ондаған тау өгізді жұтып жіберді. Ұзамай ондаған тау өгіз судан шыға келіп, тағы да ілгері домалайды. Не қылып тұрсың ей, қашсаңшы деген дауысқа Әмина жалт бұрылып еді, асханадағы бір еркек, екі әйел аспазшылар қашып барады екен. Бірінің қолында ожау, бірінің қолында күріш елегі, енді бірінің қолында қойдың саны. Асхана суға жақынырақ, ойпаңда болатын еді, су келіп қалған екен. Адамдар қашып барады, балаларға мойын бұрар емес. Ақ халаттары делбегеленіп лезде жоқ болды. Балапандарын соңына ертіп көлден қайтқан қазға ұсап, балаларын шұбыртып ертіп, Әмина үлкен жолға қарай жөнелді. Сайды толтырып, қыранға жайыла бастаған су балалар үйінің іргесіне дейін жылысып келіп қалыпты. Егіз көл жолымен ұшыртып, ағызып, екі жеңіл машина келе жатыр.
Әмина балаларды жолдың құламасына иіріп қойып, өзі асфальт жолдың қырқасына шығып, қолын көтерді. Машиналар құйындай жүйткіп өте шықты. Екеуінде де шофердан басқа адам жоқ. Иелері қайда қалды екен деп ойлады Әмина. Арт жағы анда-санда тарс етіп қалып газик келе жатыр. Әмина оған да қолын көтерді. Саналы адам болу керек, тоқтай қалды да: «Мира, бер кел, Мира!» деді. Шашы желкілдеген кішкене қыз әкесіне қарай жүгірді. Әкесі қызын көтеріп алып, машинаға қайта отырғыза бергенде Әмина оған: «Машинаңыз бос көрінеді, 10 шақты баланы ала кетіңізші» деді. «Біздің үй суға кетіп жатыр, асығыспын. Қазір осы жолмен біздің жүк машина өтеді. Номері 1940. Мен рұқсат етті де». Газик жылжып кетті. Енді машиналар топталып өте бастады. Әмина бәріне де қол көтерді. Ешкім тоқтамайды. Стол орындықтар тиеп алған. Үйіліп төгіліп балалар мінген жүк машиналар өтіп жатыр. Жеңіл машиналардың көбі бос. Бірақ ешкім тоқтаған жоқ. Тоқтар емес, мойын бұрар емес. Үрейленіп ұшып барады. Ақи көзденіп кеткен. Су лықсып келіп, жолдың екі жағында құламасына жетіп қалды. Ойпаттау жерде асфальт жолын белінен басып өтіп, әрі қарай ақтарылып жатыр. Мұндай жерлерге толқын пайда болды, ағын пайда болды. Әмина балаларын дөңестеу жерге келіп, жолдың қырқа жиегіне шығарып, қуыршақтай тізіп қойды. Өтіп бара жатқан машиналарға Әмина да қол көтерді. У-шу болып, балалар да қол көтерді. Ешкім тоқтамайды. Ақиланып, үрейленіп өте береді. Үш жүк машинасы құйрық тістесіп ағып келеді. Әмина екі қолын бірдей көтеріп, жолдың қақ ортасына барып тұрды. Машиналар өкіріп бақырып жолдан кеттейді. Әмина қозғалар емес. Машиналар да өкіре түсті. Әмина да қатып қалды. Аралары 20 метрдей жақындағанда Әмина жолға көлденең құлады да көзін жұмды. Алдыңғы машина өкіріп бақырған бойы тізгінін тартқаны сезіледі. Бірақ жыланның қыр арқасындай көбірнекті резеңке доңғалақ ал бастым деп жақындай берді. Әминаның мұрнына күйген резеңкенің ыстық иісі келді. Қозғалған жоқ. «Сволочь!» деді шофер машинадан басын шығарып. Балалар шулап келіп, Әмина апасын құшақтап құлап жатыр. Шофердің көзі бадырайып, есі шығып кеткен. «Жә, бол! Жылдам тұр!» дегенде шофердің екі көзінен жас парлап кеткен екен. Сақылдап, қарқылдап жынданған адамша күледі. Балалар машинаға теліп, аман-есен аудан орталығына жетті.